Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ауызда еритін, өте нәзік, дастарханыңыздың көркін ашатын, сізге және балаларыңызға ұнайтын пломбир тортының рецептін ұсынатын боламын. Ең алдымен кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 Қазақстан шоколадын бөліктерге бөліп, блендердің ыдысына салатын боламыз. Егер Қазақстан шоколады болмаса, өзіңізге ұнаған кез келген шоколадты пайдалансаңыз болады. Осы шоколадымыздың үстіне 33%-дан жоғарғы сливкиімізді қыздырып, ыстық күйінде құятын боламыз. Мен калих сливкиін пайдаландым. Өзіңіз пайдаланып жүрген құрамы жақсы сливкиді пайдаланған жөн. Осы массамыз бір келкі болғанша блендердің көмегімен жақсылап бір келкі етіп езіп аламыз. Мендегі блендер осындай стационарный. Егер сізде погруженный блендер болса, погруженный блендерменде езуге болады. Мінекей осымен біздің кремге дайындаған сливкиіміз бен шоколадымыз бір келкі болып езілді. Осы массамызды басқа ыдысқа құйып, холодильникке 5-6 сағатқа немесе мен сияқты бір түнге қойып қойсаңыз болады. Бір түнге қойсаңыз, өзінің формасын жақсы ұстайтындай қоюласатын болады. Бетіне пакет немесе пищевой пленканы контакт етіп, ауа кірмейтіндей жауып қоятын боламыз. Торттың начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін мен шиені пайдаландым. Сізге өзіңізге ұнаған ягоданы пайдалансаңыз болады. Үстіне қантты қосып, оттың астын қатты жағып қоямыз. Бір бұрқ еткенше жақсылап араластырып тұрамыз. Осылай соғы шыққаннан кейін бір ас қасы кукурузды крахмалды қосып, енді үздіксіз араластыратын боламыз. Кукурузды крахмал қосқаннан кейін масса қоюласады. 2 минуттай жақсылап араластырамыз. Оттың астын баяулатамыз және үздіксіз араластырып, асты жабысып қалмайтындай, күйіп кетпейтіндей етіп жақсылап араластырып тұрамыз. 2 минуттан кейін оттың астын өшіріп, басқа тайпақ ыдысқа тез су үшін құйып суытатын боламыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, менің келесі рецептімді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал енді торттың корждарын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сапалы молочная сгущенка және разрыхлитель, бөлме температурасындағы жылы сары май, жұмыртқа, ұн, какаоның сапасы жақсысын пайдаланған жақсы. Енді ыдысымызға 1 банка сгущенканың бәрін құямыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы жылы жұмыртқаны салып және сары майды салып, барлығын жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Ең алдымен миксердің жай жылдамдығынан бастап, одан кейін жылдамдықты көбейте отыра жақсылап миксерлейміз. Араласып болған массамызға какаоны електен өткіземіз. Міндетті түрде електен өткіземіз, себебі түйіршіктері дұрыс араласпай қалуы мүмкін. Осындай түйіршіктерді қолымыздың көмегімен електен жақсылап өткізіп жібереміз. Енді осы массамызға разрыхлительді саламыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнның барлығын қосатын боламыз. Бастапқы кезде миксерімізді жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Одан кейін ең жоғарғы жылдамдықта 3-4 минут араластырсақ жеткілікті болады. Бұл торт жалпы молочная девочка тортының құрамына ұқсас, тек какао қосылады. Осылай ыдысымыздың шетіндегі массаны силиконды лопатканың көмегімен жинай отырып, жақсылап тағы да бір миксерлеп араластырып жібереміз. Осымен қоймалжың қош иісті қамырымыз дайын болды. Енді пергамент қағазына осылай карандашпен 20 диаметр етіп, 2 жерден сызып алдым. Енді осы пергаментімізді төңгеріп, келесі бетіне пісіретін боламыз. 1,5 қасықтан салсақ жеткілікті және спатуланың көмегімен жақсылап бір тегіс етіп, бір жері жұқа, бір жері қалың болмайтындай барлығын жақсылап жайғастырып шығамыз. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздырып дайындайтын боламыз. 5 конвекция верх-низ режимінде пісіріп алатын боламыз. Корждар өте жұқа, 5 минут шамасында пісіп шығады, сондықтан тез-тез күйдіріп алмай қарап тұрған жөн.
Пергамент қағазының жақсы сапалысын пайдаланғаннан кейін осы пісіп шыққан корждар оңай босатылатын болады. Пергамент қағазынан бірден босатып, жақсылап решеткада суытатын боламыз. Мінекей видеода көріп тұрғаныңыздай мен барлық корждарды пісіріп алдым. Менде барлығы 12 штук шықты. Суыған корждарға мінекей дайындап қойған кремімізді холодильниктен шығарамыз. Мінекей формасын ұстайтын жақсы қоюласты. Енді осы массамыздың үстіне 33%-дан жоғарғы салқын сливкиімізді қосып, жақсылап өзінің формасын ұстайтындай етіп миксерлеп аламыз. Сливки жан-жаққа шашырап кетпес үшін миксердің ең алдымен жай жылдамдығынан бастап араластырып аламыз. Одан кейін бірте-бірте миксердің жылдамдығын көбейте отыра миксерлейміз. Жақсылап миксерлегеннен кейін мінекей осылай қоюласа бастайды. Видеода көрсетілгендей, мінекей миксер өзінің кремде ізін қалдыра бастаған кезде миксерді тоқтатамыз, себебі сливки іріп кетуі мүмкін. Осымен біздің крем дайын, дәмі өте керемет балмұздаққа ұқсайды. Осы торттың ерекшелігі кремінде пломбир деп атағаны да сондықтан. Мінекей видеода көріп тұрғаныңыздай крем осындай қоюлықта болу керек. Енді осыны кондитерлік қапшыққа салып, тортымызды жинап бастаймыз. Кондитерлік қалташаға кремнің жартысын ғана саламыз, жарты бөлігін холодильникке қоя тұрамыз. Келесі кондитерлік қалташаға бағанағы дайындаған начинкамызды салып дайындаймыз. Тортты жинайтын ыдысымызға аздап крем жағамыз, оның үстіне ең алғашқы коржды қойып, үстінен басамыз және кальцоны кигіземіз. Кигізу міндетті емес, бірақ бір тегіс әдемі жиналу үшін осылай мен кигізіп қоямын. Кондитерлік қалташадағы кремді осылай крем-корж етіп, жақсылап біркелкі етіп орналастырып шығамыз және керек болса спатуланың көмегімен тегістеп шыққан жақсы. Келесі корждарымызды салған кезде қолымызбен ақырында барлығы біркелкі орналасу үшін басып қоямыз. Тортты жинау барысында 5-6 слойына келген кезде бағана дайындап алған начинкамызды осылай жан-жағынан орналастырып шығатын боламыз. Оның үстіне келесі коржымызды қойып, үстінен ақырын басып, енді крем жағамыз, қайтадан бір слойға осылай начинкамызды жеткенше салып шығатын боламыз. Мінекей осымен тортты толықтай жинап біттім. Енді бетіне пищевой пленкамен немесе пакетпен контакт жауып холодильникке бір түнге немесе 5-6 сағатқа қоямыз. Артылған екі коржды блендермен ұсақтап езіп аламыз. Ол бізге әрлеу үшін қажет болады. Мінекей осындай ұсақтап езген коржымызды алып қоямыз. Холодильниктегі торттың кремі сіңгеннен кейін алып пакетін ашып кальциомыздан босататын боламыз. Кальциодан босататын кезде ақырын жіңішке пышақпен осылай шетінен кесіп босататын боламыз, себебі бір түн тұрған тортқа кальциоға жабысып қалады, сондықтан осылай тортты бүлдіріп алмай ақырын босататын боламыз. Торттың шетін спатуламен тегістеп шығамыз. Енді бізге бетіне әрлеуге шоколад сары майды микроволновкада жақсылап ертіп аламыз, немесе су моншасында ертсеңіз де болады. Осы еріп тұрған шоколадты бетіне құйып, жақсылап спатуланың көмегімен немесе қасықпен тегістеп, бір тегістетіп жағып шығамыз. Шоколад қатып қалмай тұрып, өзіңіздің қалауыңызша әрлеуіңізге болады. Торттың шетін мен бағанағы үгітілген корждың ұсақтарымен әсемдеп шықтым және шоколадты қатып қалмай тұрып, клубникамен әсемдегім келіп тұр. Қалауыңызша клубниканы жан-жағынан кесіп, немесе екі бөліп кесіп
қойсаңыздар, өз қалауыңыз. Мен клубниканы видеода көрсетілгендей етіп кесіп, торттың жан-жағын айналдыра клубникамен толтырып шықтым. Осымен біздің өте жұмсақ, нәзік, кесілгенде-ақ видеода көрініп тұр, өте оңай кесілетін, дәмі тіл үйіретін, хош иісті пломбир тортымыз дайын. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге және жақындарыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментарияға өз пікіріңізді жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видео рецептте кездескенше аман сау болайық.